Менің арқамдағы Карлаг деп аталатын Қарағандының еңбекпен түзету лагері. Дәлірек айтқанда, оның орнында ашылған мұражай. Дәл осы жерде Кеңес одағы кезінде отаршыл үкіметке ыңғайсыз болған адамдарды айдап салып қинаған. Мына көріністен дене түршігеді. Негізінен бұл жерге поляктарды, немістерді және украиндықтарды айдап келген. Бірақ соның өзінде жергілікті тұрғындар, яғни ғасырлар бойы осы жерде мекен еткен қазақтар да біраз зардап шеккен. Бұл лагердің салыну барысында осы жерде ежелден мекен еткен қаншама қазақ отбасылар, ауылдар осы жерден қуылып көшірілді. Оған қоса осыны салу үшін бірнеше зират мазарлар қиратылып, әйгілі қазақтардың мазарлары мал қораға айналдырылды. Ең сорақысы, Карлаг ол заманда ешқандай басшылыққа, ешқандай үкіметке бағынбаған. Оның бағынатыны жалғыз ГУЛАГ болды. Ал ГУЛАГ болса ол заманда мемлекеттің ішіндегі мемлекет тәрізді. Яғни олар өздерінің адамдары, өздерінің қару-жарағы, азық-түлігі болған. Демек олар өзінің ойына келген жасай алды.